Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағы. Бүгінгі біздің тақырып ағаштың суретін саласың. Сабағымыздың мақсаты жаңа сөздерді және лексиктік жалғауларын білу. Және осы жаңа сөздер мен лексиктікін дұрыс қолдану. Сурет бойынша сұрақтарға жауап бере алу. Сөйлем құрастыра алу және сұрақтарға жауап бере алу. Ой толғау. Балалар, ойланайық. Мына суретте кімдердің бейнелері бар? Олар не істеп жатыр? Дұрыс. Бұл Әлібек пен Әнел. Олар сурет салды. Әлібек күннің суретін салды. Күннің суреті әдемі болды. Әнел бұлттың суретін салды. Бұлттың суреті әдемі болды. Балалар, бүгінгі тақырыпты жақсы түсіну үшін жаңа сөздерді қайталаймыз. Ағаш, дерево. Күн, солнце. Бұлт, облако. Қайталаймыз. Ағаш, күн, бұлт. Енді осы сөздерге ілік септігінің жалғауын жалғап айтып көрейік. Добавляем к этим словам падежное окончание родительного падежа именно. Ағаш, ағаштың, күн, күннің, бұлт, бұлттың. Түсіндік пе балалар? Енді ары қарай сабақтаймыз. Суреттің орнына қажетті сөзді қойып айт. Әнел күннің суретін салды. Оның суреті жақсы. Балалар, бұл жерде күн бізде жаңа сөз. Ал күннің дегендегі нің ілік септігінің жалғауы. Әрі қарай Әлібек бұлттың суретін салды. Әлібектің суреті әдемі. Мен айдың суретін саламын. Енді балалар, суретке қарап сұрақтарды толықтыр. Бірінші сурет бойынша Анна, сен не? Ары қарай сұрақтарды қоямыз. Екінші сурет бойынша, үшінші сурет бойынша, төртінші және бесінші сурет бойынша сұрақтарды қоямыз, толықтырамыз. Енді өзімізді тексерейік. Проверяем себя. Анна, сен не саласың? Саша, сен не саласың? Әнел, сен не саласың? Оның әкесі қандай сурет салды? Сенің атаң не салып отыр? Мінеки балалар, біз осындай сұрақтарды қоя білуіміз керек. Енді кішкене ойын ойнайық. Ауызша, устно. Отвечая на вопросы, я, жоқ. Я, жоқ деген сөздерді қолданып, сұрақтарға жауап бер. Сен сурет саласың ба? Иә, мен сурет саламын. Сен ағаштың суретін саласың ба? Сен гүлдің суретін саласың ба? Сен күннің суретін саласың ба? Сен айдың суретін саласың ба? Міне осы сұрақтарға өзіміз жауап береміз. Отвечаем устно на эти вопросы. Ал енді балалар, бұл ненің суреті? Сурет қандай?
сұрақтарын қолданып диалог құрастырамыз. Образец, үлгі. Бұл ненің суреті? Бұл ағаштың суреті. Ағаштың суреті қандай? Ағаштың суреті әдемі. Ал енді балалар, дәл сондай сурет бойынша жұмыс жасаймыз. Бұл ненің суреті? Бұл айдың суреті. Айдың суреті қандай? Енді мына жерде көп нүктенің орнына тиісті сөзді қоямыз. Қандай сөз, балалар? Дұрыс. Айдың суреті әдемі. Өздік жұмыс. Самостоятельная работа. Теперь сам попробуй, как надо делать. Вместо точек ставить надо нужные слова. Бұл ненің суреті?